Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай әрі дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен қажетті заттар: қияр, қайнатылған жұмыртқа, тунец, жүгері, майонез және дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосуға болады. Ең алдымен қиярларымызды осылай ұзыннан бөлшекке бөліп турап аламыз, немесе төрт бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Мен осылай турап шықтым барлығын. Қайнатылған жұмыртқаларымызды төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Жұмыртқамызды турап болған соң, қиярымыздың үстіне қосып шығамыз. Тунецімізді, жүгерімізді барлығын қосып, оның үстіне майонез бен қара бұрышымызды араласқан екеуін қосып аламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.